Biz liderimiz. Biz dostuz. Biz zerteshlerimiz. Biz mirimdimiz. Biz suyuktimiz. Biz mang'ыздimiz. Qarasizlar, o'tiramiz. Bugungi sabaqqa sizlarga sa'tlik tilaymiz o'quvchilar. O'tgan taqdir bo'yicha sizlarga informatsiyani durust aytish orqali so'raydigan bo'laman. Sizlar mana shu yerdagi men hozir suratlarga qo'yib o'tiraman. Durust bo'lsa durust deysizlar, burs bo'lsa burs deb javob berib o'tirasizlar. Abay sazger. Durust. Abay Tumanbayұлы оңтүстіктің тумасы. Бұрыс. Абай Құнанбайұлы өзен өлеңінің авторы дейді. Бұрыс. Абайдың әкесі Құнанбай. Дем алысы үскіріп, аяз келін қар, қыс өлеңінен алынған үзінді. Дұрыс. Абай аударма жасаған жоқ. Аударма жасаған жоқ па не? Бұрыс. Абайдың әжесі Зере. Абайдың 55 қара сөзі бар. Бұрыс. Неше қара сөзі бар? Абайдың анасының аты Ұлжан. Абай 1904 жылы туылды. Бұрыс. Сіз өзі неге келген? 1845 жылы туылып, 1904 жылы дүниеден өткен. Жарайсыңдар. Бүгінгі тақырып бойынша сендермен ой қозғау мақсатында бері қарап тыңдаймыз. Балалар, адам бойында қандай қасиеттер болады? Адам бойынан табылатын 5 жақсы 5 жаман қасиеттерді атап көрейікші кәне? Бірінші 5 жаман қасиеттерді айтайықшы адам. Тұрамыз, орнымыздан тұрамыз. Iya, өтірік. Мақтан шақты. Дұрыс, еріншекті. Жалқаулық. Асқар. Жалқаулық, дұрыс. Өсек айту, дұрыс. Iya, қызғаныш дейді, дұрыс. Жарайсың. Енді адам бойындағы 5 жақсы қасиетті айтайықшы. Қашан айтамыз? Сабырлылық, дұрыс. Мейірімділік, дұрыс. Адалдық, дұрыс. Иә, құрмет, кішіге ізет. Адамгершілік, қанағат ету, иә? Рақымшыл болу, иә? Мейірімді болу, иә? Жарайсыңдар, жақсы. Абай атамызда 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деп бекер айтпаған екен. Бүгін біз сіздермен Абай атамыздың ұлын таппай мақтанба өлеңмен неғылатын боламыз? Білім адам өміріне өте қажет. Тіпті оны ұлылардың өзі де мойындайды. Өлеңнің тақырыбы білімсіз, ғылымсыз болады ақыл пұл дегенге саяды. Ақын бұл өлең арқылы жас ұрпақты өнерге, білімге, ғылымға шақырады. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашып бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, мен өмір алында, оған қайға десеңіз, есек өзек мақтаншақ, еріншек егер мал тышпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап демек терең ой, қанағат жақын ойлап қой, 5 асылын көрсеңіз, жамандық көрсең, ғибратты, суықты көңіл қылсаңыз, басқан көрсең, ғибратты, Өзі ойлар жасаңыз, ғалым болған үйренер, балалық бақырсаңыз, болмас санда ұқсатпақ. Ой ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпақ ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым күн берер, жанбай жатып сүйсеңіз, менің өзі баға өзім, болмақ
берсеңіз, өлеңмен сөйлейтіндер махаббатпен естеңіз, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсің, ашыларсың қылғаны, біреу үшін үйренсең, біреу білмесең білсең, білгеніңнің бәрі көп, сөзге қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма, шын сөзге қосып біле алма, әр нәрсе білген қалма, жинап жазған білген сол, аламағи рауани. Солай бітті ол сөзін оқа және ойла, тез үйреніп тез болма, жаз уақытта көңіл. Өлеңнің мағынасын өмірмен байланыстыр дейді. Адам баласының жүрегін оятып, ғылым менен білімге шақыру. Яғни бізде белгілеуші ол бізде өлең мазмұны бойынша сұрақтарды дайындаймыз. Бізде өлең адам баласының жүрегін оятып, ғылымменен бізде оқуға шақыру. Келесі. Өлеңнің мазмұнына сәйкес қазіргі қолданыстағы мақал-мәтелдері бар ма? Кім айта алады? Еңбек, талап, ғылым, білім, қанағат, рақым, мақтаншақтық жайында. Я, Аружан, қайсына жауап береді? Өзінің өлеңнің тақырыбы балаларды білімге, оқуға шақыру. Идеясы ғылым мен білімге ұмтылу, ал мағынасы ғылымды толықтай білу. Жарайды. Ал? Кім айтады? Және? Алия? Оқу білім бұлағы, білім орнықша. Жарайды. Ақбаян? Және ғылымға білімге ұмтылып, асыл қасиеттерді қабылдауы және олардың білімге ұмтылуы. Аружан? Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғарық. Жарайсың. Нұржана? Ғылым теңіз, білім қайық. Еңбек еткен мұратқа жеткен. Жарайсың. Дұрыс. Айдос. Айдос? Еңбек еткен өлең тоятқан. Дұрыс. Аружан? Оқу инеме қылып қазады. Жарайсыңдар. Ары қарай оқушылар қорытындылаушы өлеңнің құндылығын айтып баға бер дейді. Өлеңнің құндылығы не? Бізде өлеңнің құндылығы Ақмажан. Абай өзінің артынан келер ұрпаққа яғни осы өлең арқылы және басқа да өлеңдер арқылы заманға деген сыни пікірлерін және де ақылдардың қара сөздерін қалдырған. Жарайсың. Оқушылар, дәптеріңізге түсіп отырыңыз ба? Берілген тапсырмаларды. Келесі тапсырмамыз бар. Оқушылар, тездетіп орындаймыз. Диаграммасы арқылы адам бойындағы жақсы жаман қасиеттерді біз бірінші дәптерімізге неғылып аламыз, жазып аламыз. Жұп болып орындаймыз. Сосын орындап болғаннан кейін сендердің жауаптарыңыз тыңдалады. Адам бойындағы жақсы қасиеттер адамгершілік, ақылды, білімді, талапты, сабырлы, мейірімділік, екеуге деген сыйластық, байсалдық. Жаман қасиеттері жалқау, еріншек, бұзық, мақтаншақ, өсек, сүйші, сабырсыз. Жарайсыңыз. Тағы кімде? Кім жазды және? Ақбаян, Азамат. Жаман қасиеттер қызғаншақ, еріншек, тәртіпсіз, мақтаншақ, өсекші. Жарайсың. Адамның қасиеттері және ауызбіршілікте жақсылығы және адам бойындағы өсиеттерін Жарайсыңдар. Жақсы оқушылар, адам бойындағы жаман, жақсы қасиеттердің бәрін біз білдік па? Осы жаман қасиеттерден біз бойымызды аулақ ұстауымыз керек пе? Жақсы қасиеттерге не қылуымыз керек? Жақсы қасиеттер табылу керек бойымыздан, иә? Жақсы.
жарайсыңдар. Топтық тапсырмамыз бар. Оқушыларға сендерге мен бірінші топқа, екінші топқа мен сендердің орындайтын тапсырмаларыңызды берем. Топ болып орындап тапсырманы алып шығамыз. Балалардың арман мақсаттарына жеткізу үшін. Ал идеясы абай, яғни балалардың үміт арта біле олардың еңбек етсін деген ойдан және ғылым білімге ұмтылуға шақырған. Жақсы, жарайсың. Нәфрәтлі, жеркенішті, ғибратлы, өнеге. Бақтанба, жайланба, жайбарақтанба. Мақтанба, масаттанба, кеуде керме. Жаттанба, болмашыға қуанба. Құмарның әуес сену, құштар болу. Өсек, біреуді сыртынан даттап, ғибаттап, айтылған жалған сөз. Дұшпан, қас, жау, жалал, келтіруші. Талап, ынта ықылас, ұмтылушылық, қанағат, барға ризалық, рақым, адамгершілік, қайырым, мейірім, шапағат. Жарайды. Пәтерді алып, жеке жұмыс жасаймыз. Талдап білу әдісі арқылы оқушылар жаңа өлеңді мәнерлеп оқыдық. Ары қарайда тағы кезекпен өлеңді орнымызда отырып, өлең мәтінмен таныстық. Сосын мына сұрақтарға, мына жердегі сұрап тұрған нәрселерге жауап береміз. Бірінші өлеңді орнымызда отырып оқимыз, оқып аламыз, танысамыз бәрімізде. Сосын өлеңнің тақырыбын, идеясын, мағынасын айтасыздар. Өлең мазмұны бойынша сұрақ дайындайсыздар. Жеке-жеке біреуіңіз мына біріншіні ала қойыңдар, талқылаушы, біреуіңіз мына белгілеушіні ала қойыңдар. Өлең мазмұны бойынша сұрақ дайындайсыз. Бір оқушы, байланыстырушы, өлеңнің мағынасын өмірмен байланыстырып айтасыздар. Үшінші, топ шешені өлең мазмұнына сәйкес қазіргі қолданыстағы мақал мәтелдерді айтасыздар. Олардың еңбек етіп, ғылым мен білімге ұмтылуға шақырады. Өлеңдегі оқиғалар мен ақынның айтуға деген ойының қалай орналасқанын анықтап оның белгісінде айтамыз. Білімге ғылымға шақыру жаман істерден аулақ болу екенін айтты. Білуіміз керек, ғылым іздеуге шақыру. Бұл шығармада ақын екенсіз, ықылассыз, ынталасыз, мехнатсыз, жалғыз ғылым білім қолы түйінді жем келіп, одан ары бірден негізі ой жетістіктер өрбітті көріктіріп, оқуға деген мақсаттарын не алған, не білімді, не қажетке, не жұмсауға керек екендігіне, не істеу, қандай қызмет атқарғанын жөн болады деген мәселелерде тең ретінде сөз қозғайды. Адам баласының жүрегін оятып, ғылым мен білімге шақыру. Ғылым таппай мақтанба өлеңінің түйіні. Талап адам баласының ең жаманы талапсыз дейді. Адам
баласының ең жаманы талапсыз дейді. 44-ші қара сөзінде айтады екен оқушылар. Еңбек тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас дейді. Еңбек қылмас еріншек адам болмас. Терең ой, ісің өнсін десең, ретін тап. Қанағат, адам болар адамның асылысының бірі қанағат. Адам арының тазалығының, парасаттылығының белгісі дейді. Сабағымызды осылай ғылым таппай мақтанбай өзінің сеніммен осылаймыз оқушылар. Әдісі арқылы кері байланыс алынатын болады. Сендердің бүгінгі сабақ несімен несте қалды? Сен үшін қиындық туғызған тапсырма, өзіңнің жұмысыңа қандай баға бересің? Осыны стикерлерге жазып маған берсеңіздер болады.